бүгін біз сіздермен 5-ші сыныптың 616 есебін шығаратын боламыз. Бір деңгейіндегі есептерді шығарамыз. Ал дайын болсақ, бастайық. Бірінші есепте амалдарды орындаңдар делінген. 8-ден 3 көбейтілген 5-тен 4 бөлуді мен көбейту ретінде алмастыра салайын. Бірден 10-нан 9-ға кері сан жазамын. 9-дан 10 деп. Сонда бізде міне 8 пен 4-ті қысқартамыз. 1, мында 2, екеуінде 4-ке бөлеміз. 5 пен 10-ды қысқартамыз. Екеуінде 5-ке бөлеміз. Мына шыққан 2 мен мына 2-ні қысқартып тастасақ 1, мына жақта 1 қалады. 9 пен 3-ті қысқартсақ, мында 1, мында 3. Сонда жауабы бізде 3, 1, 1, 1, 3, яғни көбейтіндісі 3, ал мында 1. 3-тен 1 болады екен. Екінші есеп. 7-ден 6 бөлуді көбейтумен алмастырып, бірден кері бөлшек жазамыз. 3-тен 5 көбейтілген 1/5-тен 2 деген санға бұрыс бөлшек жазуымыз керек. 5-тен 7 бұл тең болады. 7 мен 7-ні қысқартамыз. 1 болып кетті. 5 пен 5-ті қысқартамыз. Мұнда да 1. 6 мен 3-ті қысқартсақ, 2-ні 3-ке қысқартсақ, мына жерде 1, мұнда 2 қалады. Сонда жауабы 2 екен. Енді үшінші есеп. Алмастырайық. Көбейтілген 8-ден 11 мына бөлуді де көбейтуге алмастырып, бірден 3-тен 4 деп жазайын. Кері бөлшекті. Кері санды жазып аламыз. 11 мен 11-ді қысқартып тастадық. 24 пен 8-ді қысқарттық. Мұнда 3 шығатын еді. 3 пен 3-ті қысқартамыз. Жерде бір. Сонда жауабы тек қана 4 қана қалып тұр. Мына жерде қысқармаған. Мына жердің барлығында 1 болып тұр. Демек, бұл бізде алымдағына сан шығатын болса, сол алымдағы санды көшіруіміз керек. Бөлімі 1 болса, алымдағы санды ғана жазамыз. Енді төртінші есеп. 23-тен 11 көбейтілген 3/7-ден 2 деген санға бұрыс бөлшек жазуымыз керек. 7-ден 23 көбейтілген, мына бөлуді бірден көбейтуге алмастырып, мына бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Ол 2-ден 11. Ал енді оған кері сан жазсақ, 2-ден 11-ге 11-ден 2 болады. Сонда 23 пен 23-ті қысқартамыз. 11 мен 11-ді қысқартып тастадық. Сонда бізде 7-ден 2 ғана қалды. Енді 5-ші есеп. 5-тен 3 көбейтілген. Жақшаның ішінде бізде бірінші бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. 3-тен 8. Мына бөлуді көбейтуге алмастырайын. Мына бұрыс бөлшекке айналдырсам 5-тен 16. Сонда 5-тен 16-ға кері сан 16-дан 5. Алдымен жақшаны қысқартып алайын. Енді 5 пен 5-ті қысқартып аламыз. 3 пен 3-ті қысқартып аламыз. Сонда бізде 2-ден 1 ғана қалады екен. Алтыншы есеп енді 1/8-ден 1-ге
Орыс бөлшек жазамыз 8-тен 9. Көбейтілген 9,3-тен 1-ге орыс бөлшек ол 3-тен 28. Көбейтуді бөлуді көбейтумен алмастырайын да 1-ден 1,4-тен 3 деген 4-тен 7 деген бір бөлшектен алады. Оға 4-тен 7-ге керсам, ол 7-ден 4. Сонда 7 мен 28-ді қысқарттық. Бұл жерде мұнда 4. Бұл жақта 1 қалады екен. Енді осы 8 мен 4-ті қысқарттық. Мұнда 1 қалады, мұнда 2 қалды. Ал мына 2 мен мына 4-ті қысқартсақ, мұнда 2 қалады, мұнда 1 қалады. 3 пен 9-ды қысқартсақ, екеуін де 3-ке қысқартсақ, мұнда 3, мына жақта 1. Сонда бізде жауабы 6 қалады екен, 6 шығады екен. Енді келесі есеп шығарайық. 617-ші есеп. Жалғастырайық. Бірінші шақшаның ішінде ортақ бөлім беріп аламыз. Сонда мына 12 мен 6-ға ортақ бөлім 12. 12-ге 1-ден тиеді, 6-ға 2-ден тиеді. Сонда мына екеуі 1 болады, 1-ге 2-ні қоссақ 3. Енді осыны бөл дейді бізде. Мұнда да 8 ортақ бөлімге беріледі. Мына жерде 1-ден тиеді, мұнда 2-ден тиеді. Сонда мына 3-тен азайтамыз. Мына екеуін көбейтінсе 2, ол 1-ді береді. Демек, бізде мына 12-ден 3 деген олар өзара қысқарып 1-ден 4 болады. 1 мен 4 болады, яғни 4-тен 1 деген сан, 4-тен 1 бөлуді көбейтуге алмастырамыз да, мына 8-тен 1-ге керіс сан жазамыз. 1-ден 8 деген. 8 мен 4-ті қысқартып тастасақ, сонда жауабы 2 шығады екен. Екінші есеп. 1,9-дан 4 дегенде, 1 дегенде 9-дан 9 деп аламыз. Себебі бізде екінші бөлшектің бөліміне қараймыз. Сол бөлімдегі санды алымына да бөліміне де жазу арқылы 1 деген санын жазып аламыз. Бөлшек түрінде жазып аламыз 1 санын. Сонда бұл 9-дан 5. Ал енді екінші шақшаға қарайық. Екінші шақшада екеуіне ортақ бөлім 1-ден табылса 12. Мұнда 4-тен тисе, мұнда 3-тен тиеді. Сонда 4-тен азайтамыз, 3-ті. Ол бізде 1-ді береді. Енді бізге керегі осы 9-дан 5-ті 12-ден 1-ге бөлу керек. 9-дан 5 бөлінген 12-ден 1. Көбейтуге алмасты 12-ден 1-ге керіс сан жазамыз. 1-ден 12-ден. 12 мен 9-ды 3-ге қысқартсақ 3, мұнда 4 қалады екен. Сонда басқа қысқаратын сандар жоқ. Сонда бізде алымына бөлімдегі санға көбейтіп жазамыз. 3-тен 20 шығады екен. Енді үшінші есепке қарайық. Бұл жерде 3-тен 1-ден азайтамыз 16-тан 5-ті. Екеуіне ортақ бөлім 48 болады. 48 мына жерде 16-дан тисе, мына жаққа 3-тен тиеді. Сонда 16-дан азайтамын 15-ті. Ол бірде 48-ден 1-ді береді. Мұнда біз 6 мен 8-ге 24-тен береміз. Ортақ бөлім 24. 6-ға 4-тен тисе,
мына 8-ге 3-тен тиеді. Сонда бізде 4-тен 3-ті азайт дейді. 1. Енді 48-тен 1-ді бөлу керек біз 24-тен 1-ге. Яғни 24-тен 1 дегенге кері сан жазамыз. 1-ден 24-тен 1. Жауабы 48 пен 24-ті қысқартамыз. Екеуінде 24-ге бөлсек, 48-де 2 қалады, 24-те 1. Сонда жауабы 2-ден 1. Енді 4 есеп шығарамыз. 7 мен 3-ке ортақ бөлім 21. 7-ге 3-тен тиеді. 3-ке 7-ден тиеді. Сонда мына екеуінің көбейтіндісі 15 азайтылған. Мынау екеуінің көбейтіндісі 14. 15-тен 14 азайтсақ 1 болады. 9 пен 12-ге ортақ бөлім бізде 36. Сонда 9-ға 4-тен тиеді. 12-ге 3-тен тиеді. Сонда 16-дан азайтамыз. 4 пен 4 көбейтіндісі 16, азайтылған 5 пен 3-тің көбейтіндісі 1. Сонда 1 жазып қоямыз. 21-ден 1 көбейтілген 1-ден 36. Екеуін де 3-ке бөліп тастасақ, мұнда 12, мұнда 7 қалады екен. Сонда бізде жауабы 7-ден 12. Енді келесі есепті шығарамыз. 618. Теңдеу шешімде теңелген. Бірінші теңдеу. 1-ден азайтамыз 10-нан 7-ні дейді. 1 азайтылған 10-нан 7. X-тен 2/4-тен 1. Алтыншы ақшаны орында боламыз. 1 дегенде біз 10-нан 10 деп жазып аламыз. Себебі жанындағы бөлшектің бөліміне қараймыз. Сол бөлшектің бөлімден қандай сан тұрса, сол санды алынады бөлімде де жазып алады екенбіз. 2/4-тен 1-ге бұрыс бөлшек 1-ден жазып қояйық. 4-тен 9 деп. Сонда мына жерде 10-нан 3 шықты. 10-нан 7-ні азайтам, 10-нан 3 шықты. 10-нан 3 X-тен 4-тен 9. X табу үшін мына екеуінің арасында көбейту бар. Демек, ол келесі бетке өткен кезде, яғни мына санның жанына 10-нан 3 деген сан бөлу болып өтеді. Сонда X-imiz тең болады екен. 4-тен 9 көбейтілген 3-тен 10. Сұратын сандарды алайық. 2, мұнда 5. Мұнда 3. Мына жерде 1. Мына жерде 5. Сонда бізде қалады екен 2-ден 15. Жауабы 2-ден 15. X-тен 15 болады. Енді екінші есебіміз 4-тен 1-ге 5-тен 1-ді қос дейді. 4 пен 5-ке ортақ бөлім бізде 20. 4-ке 5-тен тиеді, 5-ке 4-тен тиеді. Сонда бұлардың алымдары 9 береді. 20-дан 9X тең. Мына санды да 1-ден 1 бөлшекке айналдыра салайын. 5-тен 9 деп. Сонда X-imiz табу үшін 5-тен 4-ті біз бөлу керекпіз 20-дан 9-ға. X-тен сонда
5-тен 4 көбейтілген 9-дан 20. 5 пен 20 қысқарады 5-ке. Сонда бізде шығады екен. Басқа қысқаратын сандар жоқ. Демек 9 пен 1-ді көбейтіп, 4 пен 4-ді көбейтіп, алымын бөліміне жазып қоямыз. Енді үшінші есеп. Үшінші есепте бізде ортақ бөлім ол 8. Бүтінге бүтінді қосып алайық. 3-ке 1-ді қосып 4 бүтін болды. 8-ге 1-ден тисе ортақ бөлім 8 болған кезде 4-ке 2-ден тиеді. Демек мына 2 бөлсе 6. 6-ға мына 1-ді қоссақ 7. 4,8-ден 7х тең 2,6-дан 1-ден бір бөлшекке айналдыра салайық. 6-дан 13 деп. X-іміз тең болады. Сонда 6-дан 13-ті бөлу керек біз. Мына санды да бір бөлшекке айналдыру керек. Ол 8-ден 39 деген сан. Сонда X-іміз тең болады. Енді бөлшектерді бөлуді орындауымыз керек. Көбейтілген 8-ден 39-ға теріс сан жазамыз. 39-дан 8. 8 пен 6-ны қысқартайын, 2-ге қысқартайын. Мұнда 3, мұнда 2 қалды. 39 пен 13-ге қысқартсақ, мұнда 1, мұнда 3 қалды. Сонда X-іміз тең болып екен. 3 пен 3-ті көбейттік 9 болды. 2 пен 1-ді көбейтсек 2. 92. Төртінші есебінде. Мұнда да біз алдымен жақшаны орындап аламыз. Ортақ бөлім бізде 12 болып тұр. Мұнда 1-ден тисе, мұнда 2-ден тиеді. 2-ден тисе, бізде қараңыздар бұл жерде бірақ 1-ден азайтамай қаламыз 10-ды. Сол себепті 2,12-ден 1 деген санды 2-ден 1-ді азайтып тастап 1 бүтін дейміз. 12-ден 12 өзгермейді, бөлімдегі сан өзгермейді. Ал алымына мына 1-ге 12-ні қосамыз. Сонда 13 дейміз бұны. Сонда 1 бүтін 12-ден 13-тен азайтамыз, 1 бүтін 6-дан 5-ті. 1 бүтіннен 1 бүтін азайтсақ, ешқандай бүтін сан жазбаймыз. Ортақ бөлімге 12-ның өзін жазамда. Мына жерге 1-ден тисе, осыдан азайтам 1 бүтін 6-дан 5-ті. Ал 6-ға 2-ден тиеді. Сонда 13-тен 10-ды азайтамыз. Ол бізде 3. Ол 12-ден 3 деген санымыз шықты. X-іміз тең болады. Сонда 4-тен 3-ті біз бөлуіміз керек. Мына сан бізде 12 пен 3, 1-ден 3-ке қысқарады. Сонда 4-тен 1 деген сан. 4-тен 1-ге бөлуіміз керек. X-тен 4-тен 3, 4-тен 1-ге керіс сан ол 1-ден 4 деген сан. 4 пен 4 қысқарады 1. Сонда X тең бізде 3-ті береді екен. Осымен біздің теңгелеріміз шешілді. Енді 619 есепке қарайық. Квадраттың периметрі 18,5-тен 2 см, квадраттың қабырғасы неше сантиметр дейді. Квадраттың периметрі мына формуламен анықталады. Бізде b тең 4a деген. Ал енді қабырғасын табу үшін a тең p-ны 4-ке бөлеміз деген сөз. Периметр 4-ке бөлеміз. Сонда периметр бізде 18,5-тен 2 деген сан. Осыны бөлуіміз керек 4-ке. Енді мына аралас саны бұрыс бөлшекке айналдырып алайық. 5-тен 18-ді 5-ке көбейтіп 90, 92-ге қостық 92. Енді осыны 4-ке бөлеміз. 4-тің астында 1 бар деп есептейміз. Сонда бөлу кезінде, бөлшектерді бөлу кезінде көбейтілген мақсатта мына санға керіс сан жазамыз. Яғни 4-тен 1 деген санымыз бар. Сонда
92 мен 4-ті қысқартамыз. Мұнда 1. Мұнда 9-ті 4-ке бөлсек. Ішінде 2 бар, 12-ні 4-ке бөлсек. 3 23. Сонда бізде 5-тен 23. Бұл деген сөз 4,5-тен 3 саны. Сантиметр екен жауабы. Енді келесі екінші есеп. Кубтың барлық қырларының қосындысы 69 сантиметр. Кубтың қыры неше сантиметр? Кубта жалпы 12 қыр болады. Барлық кубтың қыры 12 тең. Енді сол 12 қырының қосындысы дейді. Ол демек 12 көбейтілген А ол 69-ті беріп тұр. Яғни біз қырының қанша сантиметр екен білмейміз, сондықтан А деп бердік. Осы 69 сантиметр. Ал енді осы А-ны табу үшін мына қарапайым теңдеуді шешеміз. 69-ті 12-ке бөлеміз. Сонда бізде бөлу деген бөлшекпен алмастырып тұрмыз. 69 пен 12-ні екеуінде 3-ке қысқартсақ, мұнда 4, мына 3-ке қысқартсақ 23. Сонда бұл санымыз бізде 5,4-тен 3 деген сан екен. Жауабы 5,4-тен 3 сантиметр. Енді келесі есепке көшейік. Кептер 25 секундта 420 метр қашықтыққа ұшады дейді. Ол 672 метр қашықтыққа неше секундта ұшады? Кептер 30 секундта неше метр қашықтыққа ұшады дейді. Алдымен кептердің жылдамдығын біліп алуымыз керек. Жылдамдықты табу үшін қашықтықты уақытқа бөлеміз. Бізде қашықтық деген 420 болып тұр, уақыт ол 25 секунд. Демек 420-ны біз бөлеміз 25-ке. Төрт жүз 20-ны біз 12 көбейтілген 10 деп жазсақ болады. Қысқартуға оңай болсын деп жасап жатырмын. 25 пен 10-ды 5-ке қысқартсақ, мұнда 2 қалса, мына жерде 5 қалады. Сонда басқа қысқаратын сандар жоқ. Демек 42-ні 2-ке бөлсем 84. Мына жақта 5. Сонда бізде жылдамдығын тауып алдық. Метр секунд. Енді неше секундта ұшады дейді. Енді бізге мына екінші есепте уақытты табу керек. Уақытты табу үшін қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Бізде қашықтық белгілі болып тұр және жылдамдықта белгілі. Қашықтық бізде 672 метрге тең болып тұр. Осыны бөлу керек біз 5-тен 84-ке. Демек, мына 672-ні астына 1 қоя салайын, ол да бөлшек болып тұрсын. Бөлуді көбейтумен алмастырамыз. 84-тен 5 деп кері санын жазып аламыз. 84 пен 672-ні 84-ке бөлсек, мұнда 1, мұнда 8 қалады. Сонда жауабы 40 секундта екен. Енді үшінші есеп. 30 секундта кептер неше қашықтыққа ұшады деді. S-ті табу үшін енді бізге V-ның тыны көбейтіндісі керек. Яғни V-ға тыны көбейтеміз. V деп тұрған ол басында тауып қойдық біз. 5-тен 84 екенін километр секундына. Осыны уақытымыз бізде біздің жағдайда 30-ға тең. Демек 30-ға көбейтем. 5 пен 30-ды қысқартамын. Сонда 84-ті 6-ға көбейтеміз.
4, 2 ойда 48, 50. 504 метр екен. Енді келесі есебіміз. Қаңылтырдан дайындалған бұйымдарды дәнекерлеу үшін 2 бөлік қорғасын және 5 бөлік қалайы қоспасы алынады. 2,20-9 кг қоспа дайындау үшін қанша килограмм қорғасын және қалай керек дейді. Бізде қорғасында 2х дейміз. Ал 5 бөлік деп тұр, ол қалайны 5х дейік. Сонда 2х қосылған 5х осы қоспалардың салмағы. Мына қорғасының салмағы, мына қалайының салмағы. Енді осылардың салмағы қосылып 2,20-9 кг қоспаны береді. Сонда 7х тең. Мына бұрыс бөлшекке айналдырылайын. 20-дан 49. Х тең 20-дан 49-ды бөлемін 7-ге. Бөлу 7. Яғни 20-дан 49 көбейтілген 7-ге керсан 7-ден 1. Сонда бізде 49 пен 7-ні қысқартамыз. 7-ге мұнда 7, мұнда 1. Сонда 20-дан 7. Ал енді бізге қорғасын салмағын табу үшін біз бағана есепте айттық. Басында қорғасын салмағы 2х дедік. Демек 2-ні х-ге көбейтемін. Ал х бізде 20-дан 7 болып шықты. Демек 20-дан 7-ге көбейтемін. 20 мен 2-ні қысқартсам 1, мұнда 10. Сонда 10-нан 7 килограмм керек екен қорғасынан. Ал енді қалайынікі. Қалайыда 5х деп тұр. Демек 5-ті 20-дан 7-ге көбейтемін. 5 пен 20-ны қысқартамын. Мұнда 1, мұнда 4. Сонда бұл 4-тен 7 деген сан екен. Бұл осымен біздің 621-ші есеп бітті. Қорғасынан 20-дан 7 килограмм, қалайдан 4-тен 7 килограмм алыну керек. Ал енді 622-ші есеп. Оқушы кітаптың 13-тен 9-ны оқығанда, ол кітаптың жартысынан 25 бетті артық оқу дейді. Кітапта барлығы қанша бет бар дейді. 13-тен 9 х бұл бізде оқыған бет болып тұрсын. Осы оқығанда ол кітаптың жартысынан 25 бетті артық оқыды дейді. Яғни бұл тең бізде оқыған беттері оқыған. Енді осы кітаптың жартысынан деп тұр. Осы сан кітаптың жартысынан 25 бетке артық дейді. Кітаптың жартысы деген кітаптың барлық беттерінің саны х болса, оның жартысы х бөлінген 2. Осыдан 25-ге артық деп тұр. Енді теңдеуді шешеміз. 13-тен 9 х минус 2-ден 1х. Мына жерде жанында 1 бар ғой бізде. Осы тең бізде 25-ге. Сонда 13 пен 2 ортақ бөлім 26. Мұнда 2-ден тиеді, мұнда 13-ден тиеді. Сонда 18-ден 13-ті азайтсақ 6. Ой-бай, 5. Кешірім сұраймын, мұнда 5. Так.
Өшіргішпен өшірмей. Мында 5. Енді x-ті табу үшін де 25-ті бөлуіміз керек. 26-дан 5 деген санымызға. 25-дің астына 1 қойып алайын. 1-ден 25 көбейтілген 5-тен 26-ға. Сонда 25-пен 5 қысқарды. Мұнда 5, мұнда 1. Сонда 26-ны 5-ке көбейтсек болды. 0, 3 ойда 10, 13. Сонда x тең 130. Демек, барлығы кітапта 130 бет болған. Енді келесі есепке көшейік. Сатуға әкелінген көкөністің 7-ден 2-сі сатылғанда, қалған көкөніс сатылған көкөністен 150 килограмға артық болды. Сатуға неше килограмм көкөніс әкелінген? 7-ден 2-сі сатылса, сатылған. Ал енді сатылмағаны 7-ден 5 болады. Себебі мына 5 пен 2 қосылып, мына 7-ні беру керек. Сонда 7-ден 5 ол сатылмаған. Маған. Енді осы айтады, қалған көкөніс, яғни қалған көкөніс деген сатылмаған көкөніс 7-ден 5x болады. Осы қалған көкөніс сатылған көкөністен артық деп тұр. Осы сатылған көкөніс 7-ден 2x еді. Осыдан 120 килограмға, 150 килограмға ады. Сатуға неше килограмм әкелінді? Енді осы теңдеуді шешеміз. 7-ден 5-тен 5x-тен азайтамыз. 7-ден 2x-ті. Себебі белгістерді бір бөлік, санды бір бөлік жазуымыз керек. Яғни теңінің бір бетінде тек қана әріптер болу керек. Яғни мына 7-ден 2x деген сияқты. Ал бір бетінде тек қана сандар болды. Сонда анда жерде 7-ден 3x болды. 3x болды. Бұл тең 150-ге. X табу үшін 150-ді біз 7-ден 3-ке бөлеміз. 7-ден 3-ке. Сонда 150, мұнда 1 болсын, көбейтілген 3-тен 7. 3 пен 150 қысқарып, мұнда 50 болды, 50-ді 7-ге бөлсек 350. Сонда барлығы сатуға неше килограмм көкөніс әкелінген, яғни жауабы 350 килограмм әкелінген екен. Енді келесі есеп. 124-ші есепте енді қабырғасы 12 см квадрат, қабырғасы 4 см тор көздерге бөлінген дейді. Мынандай квадрат берілсін. Осы тор көздің ішіне 37 нүкте белгіленді дейді. Кейбір тор көз ішіне кем дегенде 5 нүкте белгіленгені дәлелденген. Мұның бәрі 12 болса, 12 сантиметрді, мына әрбір тор көз 4 сантиметрден дейді. Демек 12-ні 4-ке бөлсек, неше тор көз кетеді?
3 төрткөз. Яғни мына 4 см, мына жер 4 см, мына 4 см. Яғни осындай 3-те 3 қылып салынатын осындай квадрат берілген екен. Енді мына жерде бізде неше төрткөз пайда болды? Мына квадраттың ішінде. Көріп тұрсыздар, 9 төрткөз бар. Енді осы кейбір төрткөз ішіне кем дегенде 5 нүктеден белгіленгенін дәлелдеңдер. Осы 37-ні енді 9 төрткөз бар ғой, сондықтан оны 9-ға бөлейік. Сонда әр төрткөзге нешеден кететінін табамыз. Бұл деген 37-ді 9-ға бөлінген қалдықпен шығады, яғни аралас сан түрінде жазып қоямыз. 4,9-дан 1 деп. Сонда бізде мына бір төрткөздің ішіне 4 нүктеден кететкен. 4 нүкте, 4 нүкте, мұнда да 4 нүкте. Мына 8-не 4 нүктеден кетсе, 8-ді 4-ке бөлсек 32, ал 9-шысына 5 нүкте кетеді. 32-ге 5-ті қоссақ, мына 37 нүкте шығады. Сонда кейбір төрткөз ішіне кем дегенде 5 нүктеден келетінін дәлелдедік. Кем дегенде 5 нүкте. Енді келесі 625-ші есепте жеміс сусынын дайындау үшін алынған қоспада 7 бөлік алма, 4 бөлік алмұрт және 3 бөлік өрік бар дейді. Ондағы алмұрт алмадан 1,20-7 килограммға кем. Жеміс сусынын дайындау үшін барлығы неше килограмм жеміс алынды дейді. Бізде барлығы өзі 14 бөлік бар. 7 қосылған 4 қосылған 3. Сонда барлығы 14 бөлік бар. 14. Бізде сонда алма ол 14-тен 7 бөлікті құрайды. Ол алма немесе 14-тен 7-ні қысқартсақ 2-ден 1 бөлігін құрайды. Алма. Ал енді 14-тен 4 бөлік ол алма түгіреді. Немесе бөлшекті қысқартып, біз 7-ден 2 бөлік деп болсақ болады. 7-ден 2-сі алмұрт. Алмұрт дей салады. Ал 14-тен 3-і ол өрік. Өрік. Яғни 2-ден 1x ол алма. 7-ден 2x ол алмұрт. 14-тен 3x ол өрік. Енді алмұрт алмадан депті. Алмұрт ол бізде 7-ден 2x еді. 7-ден 2x бұл тең дейді. Алмадан, алма ол 2-ден 1x. Осыдан кем дейді. 1,20-дан 7-ге дейді. Сонда мұны теңдеу шығарамыз. 2-ден 1x-тен азайтамыз 7-ден 2x-ті. Бұл тең 1,20-дан 7-ге. Сонда 14 ортақ бөлімге кетсе, 2-ге 7-ден тисе, 7-ге 2-ден тиеді. Демек 7-ден 4-ті азайттық, 3, 14-ден 3x. Бұл тең бұрыс бөлшекке айналдырмайық. 20-дан 27. Сонда x-іміз табу үшін 20-дан 27-ні бөліміз керек. 14-ден 3-ге. 20-дан 27. 14-ден 3-ті 1-ден керсанға көбейте салайық. 3-ден 14 деп. 14 пен 21-ді қысқарт. 20 екен, мен 21 деп ойлап қойдым.
кешірім сұраймын. Мына жерде 27 мен 3-ті қысқартамыз. Сонда 14-ті 9-ға бөлсем, ой, 14-ті 20-ға бірінші бөліп алайын, екеуін қысқартып алайын. 14-ті қысқарттым, 7 болды. Сонда бізде мына жерде 9 шықты, 9 7-ге көбейтсем 63, мына жақта 10. Сонда жауабы барлығы 10-нан 63 килограмм екен. Жеміс керек екен. Енді келесі есепке көшеміз. 626 есеп. Орал мен Ақтөбе станцияларынан бір уақытта шыққан 2 пойыз 4,1 сағаттан соң кездесті. Ал енді кездескенге дейін Орал станциясынан шыққан пойыз 382,2 километр жүрсе, Ақтөбеден шыққан пойыз 300,9 километр жүрді. Осы пойыздар 1 сағаттан кейін бір-біріне неше километрмен жақындайды. Екі тәсілмен шығарылды деп тұр. Бірінші тәсіл қойып, бірінші тәсіл. Бірінші бізде уақыт берілген және екі қашықтық берілген. Мынау К, мынау S1, мынау S2. Онда бізде алдымен Орал мен Ақтөбенің арасын біліп алуымыз керек. Сондықтан S1 мен S2-ні қосып аламыз. S1 қосылған S2. Сонда 382,2-ден 1-ге қосамыз 300,9-ді. Сонда бұл бізде тең болады 682,2 ортақ бөлім 10. Мұнда 5-тен тесе 5-ке 9 қостық 14. Немесе бұл 683,10-нан 4 бөлек екен. 10-нан 4 немесе 10-нан 4-ті қысқартсақ 5-тен 2-ні береді. Осынша километр бар екен. Мына екеуінің арасы, өйткені мына мен мына арасы S1 кездескенге дейін Орал станциясынан шыққан, яғни мына жерде бір кездесті деп ойласақ, мына жерден ергешім бірінші S1 болған, мына жерде мына арасы S2 болған. Сонда біз S-ті тауып отырмыз, мына Орал мен Ақтөбенің арасын. Енді бізге табу керек біз жылдамдықты. Жақындау жылдамдығын табуымыз керек. Ол үшін S-ті т-ға бөлеміз. Яғни 683,5-тен 2-ні бөлеміз 4-тен 1-ге. Бұл тербесе. Бірден жауабын жаза салайын, себебінде орын жеткіліксіз, екінші тәсілге жетпей қалды да. Сол себепті 5-тен 804 км сағаттан шығады екен. Ал енді бұл жақындау жылдамдығы болып тұр. Енді 1 сағатта бір-біріне неше километрге жақындайды деді. Демек S-ті қайтадан табу үшін
жақындау жақындау қаншаға жақындайтынын табу үшін жақындау жылдамдығы мен уақытты көбейтеміз. Бізде уақыт ол 1-ге тең болып тұр. Демек 5-тен 804 км сағатты көбейтеміз 1-ге. Сонда бізде 1-ге көбейттік. 1 сағатта олар бір-біріне 5-тен 804 км жақындайды екен. Ал енді екінші тәсіл. Екінші тәсілде біз алдымен былай жасайық. Жылдамдықтарын біліп алайық. Кездесу орнына дейін әр пойыздың қанша км сағатына жүріп келгенін табуымыз керек. S1-ді бөлеміз Т-ға. Сонда S1 ол бізде 382,2-ден 1 болатын. Осы санды бөлеміз біз 4,4-ден 1-ге. Сонда бұл бізде 90 км сағатына шығады екен. Ал енді V2-ні табамыз. Бұл жерде де S2-ні бөлеміз Т-ға. Бүтін 10,9-ды бөлеміз 4,4-ден 1-ге. Бұл сонда тең болады екен. Бұны да бірден жауабын жаза салайын, себебі мына жақта сигма айтады. 0,5-ден 354 км. Енді бізге жақындау жылдамдығын табу керекпіз. Яғни V1 мен V2-ні қосамыз. Яғни 90-ға 5-тен 354-ді қосқан кезде 5-тен 804 шығады. Ал енді бізде 1 сағаттағы жақындауын қашықтығын табу керек болса, V-ні Т-ға бөлітеміз енді. Бұл жерде де 5-тен 804-ді 1-ге бөлітеміз. 5-тен 804 км болады. Осымен біздің есептеріміз барлығы аяқталды. Фотоның есептері сіздерге видео ұнаған болса, есептер түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналдың дамуы үшін каналға жазылып қойыңыздар. Және де өздеріңіз достарыңызбен каналдың сілтемесімен, есептің сілтемесімен бөлісіп бірге есеп шығарып үйреніңіздер. Келесі видеоларда кездескенше.